Отырар телеарнасына көз тіккен көрермен амансыздар ма? Сіздермен бірге Арулар бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Шымкент қалалық полиция департаментінің құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Исаева Алтынай Шерімқызы. Алтынай Шерімқызы, біздің ұсынысымызды қабыл алғаныңыз үшін рахмет. Құқық қорғау органдарында қыз-келіншектердің қызмет етуі қызық тақырып деп ойлаймын. Жалпы полиция департаментінде жұмыс істеуге сізді не итермеледі? Қызметке келуге? Жалпы мен полиция департаментіне келген себебім 2005 жылы жарнамадан осы полиция департаментіне құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне жетекші маманға байқау жарияланғанын көрдім. Сол байқауға қатысқан болатын. 2005 жылға дейін қандай қызмет атқардыңыз? Еңбек жолыңызды жалпы қалай бастадыңыз? 2005 жылға дейін мен мектепті 1993 жылы тәмамдап, 98 жылға дейін Қазақ ұлттық техникалық университетінде оқыдым. Ол кездері өте қиын замандар болған еді. Сол себепте қолымда дипломым бола тұра жұмыс табу өте қиын кездер болды. Сол себептен мен барлық күнкөріс күйбеңсіздік үшін барлық жерде жұмыс істедім. Енді атап айтқанда жұмыстың жаманы болмайды ғой. Мен оны намыстанбаймын да. Қайтаға сол жұмыстар мені өйстіп шыңдады, мені тәрбиеледі, көп нәрсеге үйретті. Қандай жұмыстар істедіңіз? Жалпы айтатын болсам, ол жоғары дипломды, жоғары білімді диплом бола тұра, официант болып жұмыс істедім. Сосын барып еден жуушыда болып жұмыс істедім. Базарда сауда-саттықпен айналыстым. Және хатшыда болып жұмыс істедім. Осы жерге келгенше осындай жұмыстарды атқардым. Бала кезде жалпы қыз балаларда әсіресе форма киген дейді ғой. Погон таққан қызметтерге қызығушылық болады, е? Сізде солай болды ма? Менде жалпы осы полиция департаментіне қызығушылық болған жоқ, шындықты айтқанда. Мен жалпы осы құқықтық саласында қызмет атқарсам деп армандайтын. Арманыңыз алдамай осында алып келді? Алдамай именно полиция департаментіне алып келді. Полиция департаментінде көбінде ер адамдар жұмыс істейтіндігі және ол ер адамдарға тән көбірек қасиеттерді қажет ететіндігі белгілі. Мысалы, темірдей тәртіп, жауапкершілік, әрбір сөзіңе, ісіңе, жүріс-тұрысыңа деген жауапкершілік қиын емес пе? Қиын. Несінен қиын сізге? Қиындылығы, өзін уақытымен санаспайсың. Бірінші осы салаға келгеннен кейін сен уже міндетті боласың халқына жұмыс жасауға. Сол себептен жанұядан да бірінші мезетте жұмыс тұрады. Алайда екеуінде бірге алып жүруге мүмкіншіліктер болады. Бірақ та көбінше жұмыста көп уақыт өткізіледі. Отбасы деп қалдыңыз. Отбасылық жағдайға келер болсақ, жеке өміріңіз турасында айтып берсеңіз. Отбасылық жағдайға келетін болсақ, мен тұрмыс құрғам, енді ажырасқаным, бір ұлым бар. Қай жылы тұрмысқа шықтыңыз? Тұрмысқа студент кезіңізде ме? Жоқ, осы 2000 жылдары. Осы Шымкентке қайтып келгеннен кейін, Алматыда оқуды бітіріп, осы Шымкентке қайтып келгеннен кейін 2000 жылдары тұрмыс құрып, 2003 жылы
ұлымды дүниеге алып келдім. Қазір оның жасы 15-те. Иә. Енді бар жігерімді сол ұлыма салып жатырмын. Тәрбиені. Иә. Жұмыс істеп жүріп ұлыңызды қадағалау, тәрбиесіне мән беру жағына уақыт бөле алмай қалдым-ау дейтін кездеріңіз бола ма? Болған жоқ. Өйткені ұлыма біріншіден жұмысыма жақын мектепке бердім. Әрқашанда қадағалауымда болу үшін. Апаймен, ұстазымен, класс жетекшілерімен әрқашан олармен қарым-қатынаста отырамын. Әрбір баламның жаңағы жетістіктерін, барлығын, егер кемшіліктері болса, мұғалімдері уақытылы барын айтып отырады. Сол себепте мен уақытылы оған уақыт бөлесіз. Неге? Мән бересіз. Мән берем. Қайта тұрмысқа шығу ойыңызда болған жоқ па? Шындықты айтсам болған жоқ. Неге? Баламды өгей әкесі болған қаламадым. Балама, өйткені баланы ол дүниеге алып келгеннен кейін, мен ол баланың болашағына да мен өзім жауаптымын. Ана ретінде? Ана ретінде. Енді ол балаға ешкім кепіл бермейді. Өгей әкесі қалай қарайтын, мен жұмыстамын. Сонда келгеннен кейін жақсы болып көрініп тұратын шығар мүмкін. Бұлайша үйде не болып, не қойып жатқанын минут сайын қадағалай алмайсың ғой. Сондықтан да әйелдік бақытты кейінге шегере тұрдыңыз ба? Ана бақыты бірінші орында деп ойлаймын. Әйел бақытынан гөрі. Сондай болу керек. Солай болу керек деп есептеймін өз басым. Балаңыздың болашағын қалай елестетесіз? Болашағын балам өзі таңдайды. Араласпайсыз? Араласпаймын. Бірақ бағыт беріп тұрам. Сосын барып балама әрқашанда өзімнің кеңестерімді беріп тұрамын. Шешімді қабылдайтын балам. Жар таңдауда да араласпайсыз? Жоқ. Ол дұрыс емес деп есептейсіз бе? Жоқ, әлде баланың көңіліне қарайсыз ба? Әр адам бұл дүниеге келгеннен кейін мен есептеймін. Ол өмірді сол адамға, Алла тағала сол адамға беріліп отыр. Сол себепті егерде шалынса да, құласа да, бір нәрсеге сүрінсе де, ол адам өзі жауапты болу керек. Әрбір ісіне, әрбір қадамына ол адам өзі жауапты болу тиіс. Сол себепте мен ол баламды қазір кішкентайынан тәрбиелеп жатқаным сол. Әрбір жауапкершілікке, әрбір ісіне, әрбір шешіміне сен жауаптылықпен қарайтын болсын. Аз уақыт емес, 15 жылдан асып қалды, осы полиция департаментінде жұмыс жасап жатқаныңызға. Сол кезде келген Алтынай Шерімқызы мен қазіргі Алтынай Шерімқызының қандай айырмашылығы бар? Қандай қасиеттерге үйретті сізді? Жалтақ болмауға. Адамның тағдырына немқұрайлықпен қарамауды. Әрбір адам ол өзінің бауырындай қылып қарауға. Бұл жұмыста ондай, өйткені күнделікті қаншама адам келеді өзінің. Бұл жерге ешқайсы көңілді болып келмейді. Жетіскенен келмейді дейсіз. Полицияға ең соңғысында осы жерден пана іздеп, көмек іздеп келеді. Қорған іздеп келеді. Қорған іздеп келеді. Сол адамдардың әрбір қайғысын, әрбір өзінен өткізесін. Ол қиын жағдай. Тем более әйел адам болғаннан кейін бізге өте қиын ол. Әрбір қылмыс, әрбір оқиға ол естен кетпейді. Мүлдем. Өзінің ізін қалдырып кетеді. Ұмытылмайтындай із қалдырып кетеді. Ондай уақытта өзіңізді қалай басқа бағытқа бұрасыз, не болмаса өзіңізге қалай жеңілдетесіз дегендей психологиялық? Кешкісін Динамоға барам.
Спортпен айналысасыз. Спортпен айналысамын, шаршаймын. Сосын уже таңертең тұрған кезде уже басқа Сергек. болып тұрасың. Спорт деп қалдыңыз. Полиция департаментінің қызметкерінің күні қалай басталады тәулік? Сағат қаншада? Сағат 8-де. 8-де басталады. 8:30-да селекторлық кеңес басталады. Уже 9:00-де жұмыс басталады. Кешігу мүмкін емес. Кешігу мүмкін емес. Жол берілмейді кешігуге. Жоқ. Енді әйел болған соң құрдастарымен кездесіп, сырласып, уақыт өткізгіңіз келеді. Сізде ондай жағдай жиі болай ма? Жоқ, жиі болмайды. Неге? Уақыт жоқ па? Жоқ әлде құрбылар жоқ па? Құрбылар жеткілікті. Алайда ол егерде жұмыстың көбі уақытысы жұмыста өтеді. Сол бір демалыста мен міндетті түрде оны тек қана ол заңдылық, ол семьяма, балаға арнаймын. Қолымда анам бар. Менің қолымда анам бар, 70-тен асқан. Сол бала мен анам екеуіне Көбірек көңіл бөлесіз. Қара басыңызды еркелететін кездеріңіз бола ма? Жоқ әлде оны да ойлаған жоқсыз ба? Жоқ. Ойламайсыз. Басты мақсатым анам және де балам. Солардың жағдайын жасау. Адамды қаншалықты тани білесіз? Тани білем деп айта алмаймын. Өйткені осы құқық қорғау саласында істеп жатқан кезде мен түсіндім, мен адам тани білмейтінімді. Өйткені адамды тану мүмкін емес деп ойлаймын. Қарапайым адамды көресің, ол зар жылатып, қаншама адам зар жылатып жүргенін көресің. Ал ол адаммен сөйлесетін болсаң, ол мүлдем ондай адамға ұқсамауы мүмкін. Сол сияқты қылмысқа баратын адамдарды да бірдестен тани білмейсің. Адамның ішінде не жатқанын білу мүмкін емес деп ойлаймын. Адам аласы ішінде дейді ғой. Да, ойында не бар екенін. Өйткені күнделікті оларды көрген сайын таңғаласың, таңғалуды тоқтатамайсың. Өйткені таңғала бересің адамды. Әлде танып келем дейсіз. Адамға сізге ұнамаған қасиеті болса, немесе кемшілігі болса, бетіне айта аласыз ба? Жолдастарым болса айтам. Жанына ашитын адамдарыңыз болса? Оларға айтам. Ал әріптестеріммен танымайтын адамға ондай ішіңізден түйіп қоя саласыз? Түйіп қоясың. Әттен ай деп. Бетіне айтпайсыз? Айтпай. Өйткені адамның жүрегін жаралауға менде құқық жоқ. Солай есептейсіз? Солай есептеймін. Ешбір адамда бір-біріне сын айту деп ол дұрыс емес деп есептеймін. Өйткені ол әр адамның өзінің шындығы бар. Сізге ұнамаса да, ол адамның өзін ұнайтын адамдары болады. Ол дұрыс деп есептеп істеп жатыр ол. Мүмкін сіздің де бір іс-әрекеттеріңіз ұнамайтын шығар ол адамға. Қаншалықты кешірімшілсіз? Мен 100% десем болады. Кешіресіз барлығын? Кешірем. Кешірмейтін қасиетіңіз жоқ? Жоқ. Адам бойындағы ең жек көретін қасиеттеріңіз қандай? Өтірік. Өтірік айту. Өтірік айту и сатқындық. Балаңыздың әкесімен қарым-қатынасыңыз үзілген бе? Үзілген. Мүлдем? Мүлдем. Балаңыздың да? Өкінбейсіз бе? Өкінбеймін. Жалпы осындай мәселен қыздар бізді көріп отыруы мүмкін, келіншектер шешімін таппай, екі ойлы болып жүретін кездер болады. Отбасында әсіресе. Бала шағасы үшін, балалары үшін күйеуіне шыдас беріп келетін, шыдамдылық таныта берейін дейтіндер де болады. Сондай уақытта сіздің кеңесіңіз қандай болар еді?
Сонда екі ойда жүрген адамдарға. Мен есептеймін, ол дұрыс емес деп. Өйткені бұл біріншіден әйел адам баланы ойлану керек деп ойлаймын. Егер де ол семьяда татулық болмаса, күнде ұрыс керіс болып жатса, қол көтеру болып жатса, ол қандай семья? Ол баланың психологиясын бұзады. Біріншіден баланың болашағын бұзады. Сол бала ертеңгі күні бәрібірде сол семьяда, ұяда көргенін сыртқа шыққан кезде соны істейді. Ол уже баланың болашағы, психологиясы бұзылды деп есептеуге болады. Сондықтан да бала үшін көрініп жатырмын деп өзіңді алдама дейсің. Өзіңді алдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені балаға мейірімділік пен махаббат, тыныштық керек. Егер балан осы Қазақстан Республикасының жаңағы ардақты, лайықты азаматы болып өссін десе. Жалпы сіздің пайымыңызда әйелдің бақытының кілті неде? Әйелдің бақыты ма? Мысалға, әркімде әрқалай болып не қылады ғой. Мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Аллаға шүкір, балам бар, анам бар, сүйікті жұмысым бар, адал достарым бар, керемет әріптестерім бар. Мен өзімді бақыттым деп есептеймін, мысалы. Бақыттым деп есептеймін. Әйелдің бақытының кілті өзін бақытты деп есептей білуінде. Да. Солай ғой. Иә. Әркім өзі бақытты қалай не алады? Біреулер ақшаға теңестіреді, біреулер жаңа қасында күйеуім болса болды. Басқа ешнәрсе керегі жоқ. Әркімде бақыт әртүрлі. Жалпы негізі өзіңді бақытты сезіне білу сол бақыт. Иә. Ақша деп қалыңыз. Сіз ақшаға қарым-қатынасыңыз қалай? Ақша мен үшін маңызды деп есептемеймін. Сөздің шыны керек. Маңыздылығы жоқ. Ең бірінші қарым-қатынас. Ақшаның маңыздылығы еш уақытта жоғары, мен үшін жоғары тұрмаған. Ақша үшін туған бауырлардың арасындағы жылы қарым-қатынас суып кетеді деп жатады. Мүмкін мен тәрбием басқаша болған шығар. Бірақ бізде бауырларым арасында ақша деген еш уақытта бірінші орында болмаған. Ондай айтып отырмын, бізді өзім жоқшылықта өскен адамын. Сол себептен қиыншылықты көп көрген адамбыз біз. Сол себептен бізде ондай неме болмаған. Ақшаның құндылығы болмаған біз үшін. Біз үшін қарым-қатынастың. И содан кейін тамағын тоқ, киімін бүтін, деніміз сау болды. Ақша ол керек, сол үшін ғана керек. Ал артық дүниенің керегі жоқ деп есептеймін өз басым. Артық шубаның керегі жоқ. Алтын, ол нәрселердің барлығы керек емес нәрселер. Тамақтың бір жаңағы шетелде көрсетіп жатқан жаңағы деликатестер, оның барлығы керек емес деп есептеймін. Одан да сен егер ақшаның артылып бара жатса, одан да оны көп балалы жаңағы жесір жетімдерге, соларға берген дұрыс деп есептеймін. Бұндай артық өзінің басынан асырмайтын ақшаның не керегі бар деп есептейсіз. Рахмет. Бізді қарап отырған қазір көрермендерге, әсіресе қыз-келіншектерге, замандастарыңызға айтар қандай тілегіңіз бар? Ең біріншіден өзімнің рахметімді өзім ата-анама, бауырларыма, жолдастарыма, сосын осы мен әрбір күнімді жарық қылып, бақытқа бөлеп атқан, өсіріп атқан ұлыма, әріптестеріме, біріншіден осыларға рахметімді айтқым келеді. Арнайы жұмыс уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келіскен үшін алғысымызды білдіреміз. Армандарыңыз алдамасын, мақсаттарыңызға жете беріңіз және жарық жұлдызыңыз
Олыңыздың қызығын көруге жазсын, қуаныш несібесі мол болсын деп тілейміз. Қымбатты көрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Бағдарлама барысында назар аударып зейін қойған әрбір көрерменімізге алғысымыз шексіз. Көзіңіздің нұры, көңіліңіздің қуанышы, ұл қызыңыз аман болсын. Әрбір ару бақытты болуға лайық. Шаттық сыйласам екен, әлем нұрын жинасам бекен. Ол қыздарың жаныңда, ай күн алақаныңда, алтын тойын қанат қағуда. Ол өсірдім сендерге қарап, қыз өсірдім толымын тарап. Менің ғазиз мекенім, сенен үлгі етемін, қартаюдың өнер екенін.